Саламатсыздар ма? Мен аты жөнім Әлия Жеңісқызы, арнайы пәндер бойынша оқытушы боламын. Бүгінгі тақырыбымыз жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары және жүрек өкпе реанимациясы терапия пәні бойынша. Жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларын қарастырмас бұрын анатомиялық физиологиялық құрылымына назар салсақ. Бізде жүрек өздігінен автоматизм тән жиырылып босаңситын бірден бір мүше ағзадағы. Оның құрылысына келетін болсақ, 4 камерадан тұрады. Оң жақ жүрекше, оң жақ қарынша, сол жақ жүрекше және сол жақ қарынша. Және қарынша мен жүрекшенің араларында арнайы клапандар, перделер орналасады. Оң жақта митралды клапан, сол жақта үш жармалы трикуспидаlis орналасады. Үш жармалы клапан орналасады. Сонымен қатар бізде жүрек тамырлары, аорта, өкпе сабауы және өкпе екі артериясы, жоғары төмен қуысты веналар орналасқан. Ай тәрізді қақпақшалары орналасқан. Оларды көруге болады. Мұнда аортаның клапаны деп есептейміз, бұны. И өкпе сабауы. Ары қарай құрылысына назар аударатын болсақ, сіздер көріп тұрғандай, жүрек негізгі бұлшықетті мүше. Оның құрылымында 3 қабаттан тұрады. Сыртқы қабаты эпикард, бұлшықетті қабаты миокард және ішкі қабаты эндокард деп аталады. Ішкі қабаты жәнегі перделер бар және екі қарыншаралық перделерді құрайтын бұлшықетті қабаты. Сыртында жүректің өзіндік қабаты болады, ол перикард деп аталады бізде. Сонымен қатар жүрек бізде қан айналымының негізгі мүшесі болып табылады. Үлкен және кіші қан айналым шеңберлері өтеді. Үлкен қан айналым шеңбері бізде аортадан басталып, сол жақ қарыншада аортадан басталады. Бүкіл қанды ағзаға тасиды келеді. Ол бізге оң жақ жүрекшеге келеді. Жоғарғы және төмен қуысты веналармен. Ары қарай кіші қан айналым шеңбері басталады. Оң жақ жүрекшеден басталып, өкпе сабауымен басталады да, ары қарай сол жақ жүрекшеге келеді, өкпенің артерияларымен келеді. Бұл бізде қан айналым шеңберлері болып табылады, қанмен қамтамасыз ететін ағзамызда. Және де жүректің негізгі қызметі қан айналымға қатысу, систола диастолалық құрылымнан тұрады. Бұлшықет өздігінен жиырылып босаңситын негізгі мүше. Ол реттеледі, орталық жүйке жүйесіне бағынбағанымен реттеледі. Симпатикалық және парасимпатикалық жүйке жүйесі бойынша реттеледі және гуморалды реттелу болады. Ол гормондарға байланысты. Адреналин және норадреналин гормонның өзгерісіне байланысты жұмысы бірде жылдамдап, бірде бәсеңдеп отырады. Оны тахикардия, жүрек соғының жылдамдығының жоғарылауы и брадикардия, жүрек соғы жылдамдығының төмендеуі болып қарастырамыз. Негізі жүрек ауруларын қарастырғанда жүректің тәждік артериясының аурулары, тәждік артерия дегеніміз жүректің өзі қанмен қамтамасыз ететін өзіндік артериясы, коронарлы жүйе. Коронарлы жүйенің патологиялары бізде атеросклероз болған кезде бұл тамырларда және инфаркттың алды кезеңі болады, инфаркт кезеңі болады, ишемиялық кезеңдер болады. Яғни осы коронарлы жүйенің патологиясы, стенокардия, жүрек инфаркт миокарды қарастырамыз. Осы ауруларды коронарлы жүйенің аурулары ретінде қарастырамыз. Сонымен қатар және айтып өткен клапандарға байланысты жүректің клапандық жетіспеушіліктері, митралды клапан жетіспеушілігі, аорталды клапан жетіспеушілігі және туап пайда болған, жүрек пайда болған жүрек ақаулары ретінде қарастырып шығамыз. Құрылымдық ерекшелігіне назар салдық. Сонымен қатар бізде орналасады өзі сол жақ дене бөлігінде 3-ші кеуде омыртқасынан және 3-ші қабырғаралықтан бастап 5-ші қабырғаралыққа дейін орналасатын бұлшықетті мүше солға қарай ығысып орналасады бізде. Аурулардың ары қарай талдайтын болсақ, жетіспеушіліктерге байланысты аорталды клапанның, митралды клапанның жетіспеушіліктері бізде сіздер көріп тұрғандай және
жүректің бөліктік оң жақтағы үш жармалы, сол жақтағы митралды клапан жетіспеушіліктерін жеке-жеке қарастырып шығамыз. Бұл жетіспеушіліктер бізде әкеледі бұлшықеттің гипертрофиясына және сол жақ қарашаның гипертрофиясымен қоса дилатациясына да келеді. Яғни бұлшықеттің қалыңдауы және шар тәрізді кеңеюіне әкеледі. Яғни жүрек жетіспеушіліктерінің салдары. Бұл анатомиялық ерекшеліктеріне байланысты еске түсіру болды бізде кіріспе ретінде. Ары қарай өкпе жүрек реанимациясын талдайтын боламыз. Өкпе жүрек реанимациясы. Өкпе жүрек реанимациясын бастамас бұрын клиникалық өлім белгілерін анықтап аламыз. Ол үшін зақымдалушының оң жағынан жақындаймыз, кеуде тұсына келіп, есін анықтаймыз. Екі қолымыз біріккен қалыпта иығын қағамыз. Сізге не болды? Есіңізді жинаңыз. Сізге не болды? Есіңізді жинаңыз. Ұйқы артериясындағы пульсті анықтаймыз. Мойын деңгейінде ұйқы артериясына қолымызды қоямыз да пульсті анықтаймыз. Ұйқы артериясында пульс жоқ. Тынысын анықтаймыз. Тынысын анықтаған кезде сезем, естем, көрем әдісімен. Құлағымызды науқастың бет деңгейіне қоямыз да кеуде клеткасының көтеріліп түсуін қараймыз. Тынысы жоқ. Көз қарашаның жарыққа реакциясын анықтаймыз. Жарыққа реакциясы жоқ. Клиникалық 4 белгі анықталды. Есі жоқ, ұйқы артериясында пульс жоқ, тынысы жоқ, көз қарашаның жарыққа реакциясы жоқ. Біз жедел жәрдем шақырамыз. Ал жедел жәрдем бригадасы, мен жалпы тәжірибелі дәрігер Жеңісәлия, өкпе жүрек реанимациясын жасаймын. Адрес Әуезова 36, 360 кабинетте 40-50 шамасындағы ер адам, клиникалық өлім белгілері бар. Мен өкпе жүрек реанимациясын жасаймын. Қабылданды ма? Жақсы, қабылданды. Бригада бізге келеді 15 минут ішінде. Айналамызда медициналық көмек көрсететін басқа да адамдарды шақырамыз. Басқа да қосымша кісілер жоқ, өзіміз бастаймыз. Жүрек өкпе реанимациясы барысында жүрекке тікелей емес массажда біз кеуде тұсында жүрекке тікелей емес массаж аты айтқандай 70 тәрізді өсінден 2 см жоғары етіп қолымызды қоямыз. Қолдың негізгі бетін. Екінші қолды оған перпендикуляр етіп қоямыз. Төсті омыртқа деңгейіне ығыстырамыз 5-6 см тереңдікте. Жылдамдығы 1 минутта 100-120 компрессия болу керек. 30 рет компрессия, 2 рет вентиляция 32 қатынасына жасаймыз. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ауыз деңгейіне келеміз. Басын сәл бұрамыз оң жаққа. Аузындағы бөгде заттарымен құсық массасынан тазартамыз. Қолымызға марлыны орап аламыз. Ауызды бөгде заттардан тазартамыз. Бөгде заттардан тазарттық. Басты қалыпты деңгейге қоямыз. Бастапқы қалыпқа ауыстырамыз. Басымызды бұрдық. Оң қолдың алақан деңгейін маңдайға қойып, басын шалқайтамыз. Оң қолдың бірінші, екінші саусақтармен мұрынды қысып, барьер ретінде марлыны пайдаланамыз. Ауыз деңгейіне қойдық. Иекті ашып, ауызды ашқаннан кейін терең дем береміз. Дем берген соң кеуде клеткасына қараймыз. Екінші рет дем береміз. Осылай 2 рет вентиляция жасалады. Ары қарай тағы да жүрек тікелей емес массажына көшеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Үшінші кезекті жүрекке тікелей емес массажға көшеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30.
үш цикл жасалғаннан кейін науқастың жалпы жағдайын бағалаймыз. Науқастың есін анықтаймыз. Сізге не болды? Есіңізді жинаңыз. Сізге не болды? Есіңізді жинаңыз. ұйқы артериясында пульсті қайта анықтаймыз. Тыныс қалыпқа келді ме жоқ па тексереміз. Жарыққа реакциясын қараймыз. Клиникалық өлім белгілерінің қалыпқа келуі болса, яғни науқас есін жиған жағдайда біз өкпе жүрек реанимациясын тоқтатамыз. Немесе жедел жәрдем бригадасы бізге көмекке келген жағдайда тоқтатамыз. Жедел жәрдем бригадасы келгенше біз өкпе жүрек реанимациясын ары қарай жалғастырамыз. Сізге не болды? Есіңізді жиыңыз. Сізге не болды? Есіңізді жиыңыз. Алло, мен фельдшер Жақсыбек Мөлдір. Жандос 305 адрестегі 40-45 шамасындағы ер адамда клиникалық өлім белгілері анықталды. Жүрек өкпе реанимациясын жасаймын. Маған көмек көрсететін медициналық қызметкерлер бар ма? Бар. Өкпе сімсершесінен 2 сантиметр жоғары жасап, қолымызды қойып, өкпе реанимациясын жасаймыз. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Жақсы. Осылай 3 цикл жасағаннан кейін біз қайтадан науқастың жағдайын бағалаймыз. Жарыққа реакциясын, ұйқы артериясында пульсті, тынысын, есін анықтаймыз. Есі қалыпқа келген жағдайда өкпе жүрек реанимациясын тоқтатамыз. Немесе жедел жәрдем келген жағдайда өкпе жүрек реанимациясын тоқтатамыз. Басқа уақытта жедел жәрдем келгенше жасай береміз. Өкпе жүрек реанимациясы ары қарай 32 қатынасында жасала береді. 30 рет жүрекке тікелей емес. Массаж, 2 рет вентиляция ретінде. Жақсы. Біз жасаған өкпе жүрек реанимациясы бойынша науқаста ұйқы артериясында пульс анықталды, тыныс анықталды. Науқасқа жедел жәрдем келгенше ыңғайлы қалып береміз. Науқаста ұйқы артериясында пульс бар, тынысы бар. Науқасты ыңғайлы қалыпта жатқызамыз. Оң қолын жоғары көтеріп, сол қолын сырт жақ бетке қойып, тізесін бүгіп, оң жақ қырына жатқызамыз науқасты. Осылай 10-15 минут бойынша қалтырамыз. Әр 15 минут сайын науқастың жағдайын бағалап отырамыз. Жедел жәрдем бригадасы келгенше. Бүгінгі терапия пәні бойынша практикалық сабағымызда жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары, өкпе жүрек реанимациясын қарастырған болатынбыз. Жасаған өкпе жүрек реанимациясы бойынша пациентімізде ұйқы артериясында пульс анықталды, тыныс анықталды. Науқас есін жиды. Практикалық дағдыларымыз өте жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Ары қарай бізде осы жүрек қан тамыр жүйесі аурулары бойынша қорытындылай кетсек. Жүрек қан тамыр жүйесі адам организмі үшін ең маңызды мүшелердің бірі. Оның қызметі организмдегі мүшелер мен тіндерге оттегі және қоректік заттарды қамтиды. Сол үшін де сауатты өмір салтын ұстанып және зиянды әрекеттерден бас тартуларыңызды сұраймыз. Спортпен айналысу керек.
жүрек қан тамыр жүйесі бізде ең негізгі қан айналым мүшелерінің бірі. Жүрегіміз бізде жалғыз, басқа мүшелерімізде де сіздер білетіндей анатомиялық ерекшелігімізді өкпеміз екеу, бүйректеріміз екеу, көзіміз екеу, ал жалғыз мүше ол бізде жүрегі. Ол басқа ағзаларға ұқсамайды, ерекше автоматизм тән бізде. Бұл шіректер өздігінен жиырылып, босаңсиды. Жүрегімізді сақтайық, өз денсаулығымызды қолға алайық.